үй жануарын алып тұрмыз. Үй жануардың ішінен мен бүгін қойды өткім келіп тұр. Жалпы міне кітапшада қой тұр, міне боялған қой, боялмаған қой тұр. Қойдың жазып отыр, мына жерде бүйтіп толтыру керек. Мына жерде дауысты, дауыссыз екенін белгілеу керек. Мына жерде қойдың пайдасы былғары, қойдың пайдасы жүн, қойдың пайдасы ет. Мына жерде міне қойдың төлі қозы, мына жерде ешкінің төлі тұр. Біз балаға сұрақ қоямыз, қойдың қозысы қане тауып беріңіздер деген уақытта, олар бүйтіп мынаны белгілеу керек, немесе шатысып кейде мынаны белгілеп қоюы мүмкін. Ал енді мына жерде қарындаштар, қандай қарындаштар тұр, сондайлармен мына қойды бояуға болады деген сөз. Енді жалпы осы тұрған жұмысты мынау жоспармен өткіземіз. Бұл жоспарды біз міне мына жақтан алып отырмыз. Осының ішінде міне қой туралы жоспар тұр міне. Осыны әдейі бөлек шығарып отырмыз. Өйткені біз электронды түрде береміз ғой. Ал енді мына жерде қарасаңыздар, міне қараңыздар. Коммуникативтік дағдыларды дамыту бөлімі қазақ тілі тақырыбы қой деп алып тұрмыз. Бірінші бөлім бұл педагог өзіне назарына алатын әрекеттер. Яғни педагог не істеу керек дегенге келген уақытта, сұрақ қойған уақытта осыны түсініп алу керек. Бірінші, қой туралы білетіндерін еске түсіреді, яғни өзінің есіне түсіреді дағы балаларға қой туралы шамадан әңгімелеп береді. Атауын айтады, әріптерді толықтырады, қ дыбысының орнын табады. Яғни балаларға не істейді? Қойды айтқызады, буындатады, буындалса, сосын қ дыбысының орнын табуды балалардан сұрайды. Қойды сиырмен үлкен, кіші, ауыр, жеңіл екендігімен салыстырады дейді. Ол мына жерде, мына жоспардың ішінде міне бар салыстыру түрі. Басы қандай, аяқтары қандай, көздері қандай, құлақтары қандай деген сияқты салыстырма түрлері мына жерде міне тұр жоспардың ішінде. Одан кейін боялмаған суретті қойдың дене бөліктерін бояйды. Қарындаштарды 1, 2, 3, 4 деп дайындап алады. Міне қарындаштарды белгіленіп тұр ғой міне. Одан кейін салынған суретті салыстырады дейді. Бұл осы жер міне тәрбиеші өзіне қандай ой алып, және де қандай әрекеттер жасау керек екені осы жерде жазылады. Ал мына жердегі пункті бұл жалпы кіріктіріп оқытқанда қандай пәндермен кіріктіріп оқытыламыз дегенге келеді. Ал енді балалар игеретін, мынау балалар игеретін тұс. Балалар не игеру керек? Қой туралы білімін еске түсіреді, мал өсіру, қора, жайлау, кілем, сырмақ, алаша, бау, арқан, жіп, қой жүнінен пайда болатын біледі. Яғни қой жүнінен не пайда болады? Арқан, жіп, сырмақ дегендердің бәрі қой жүнінен пайда болғандықтан біз оларға жеке-жеке тақырып қоймаймыз, мысалға жіпке, арқанға деген сияқты. Осы қойдың ішінде айтып кетеміз оның бәрін. Сондай-ақ атауларын қазақ тілінде айтады, жазады, міне жазады деп көрсетіп тұрмын, міне жазады, жазғанда жазбайды, палычқа қояды мынандай. Төлі мен пайдасын біледі, міне төлін ажыратады, пайдасын біледі, сосын қой мен сиырдың үлкен, кіші екенін салыстырады міне. Үлкені қайсысы, кішкентай қайсысы деген сияқты. Ауыр, жеңіл дегендерін байқайды. Одан кейін қойдың дене бөліктерімен салыстырады, қандай бөлігі жоқ екендігін тұжырымдайды. Қойдың қандай бөлімі көрінбей тұр. Ары қарата дене бөліктерін бояйды, бояуды қалай жүзеге асыру керек екен, 1, 2, 3 қарындаш деп бөлек-бөлек қойып, жаңағы керек қарындаштарды
мына жерде артық қарындаш тұр, мына жерде артық қарындаш тұр. Міне қай қарындаш артық, соны алып тастайды. Сонда мына жерде 3-тен 4-тен 1-ді алғанда 3 деп мына жерге жазып қоюға да болады. Мынау балалар игеретін дағды. Балалар, бала. Мынау тәрбиеші не айту керек, не ойлау керек деген сияқты нәрселерге бағыт беретін нәрсе. Ал енді ары қарата кетеміз. Жалпы үй жануарлар туралы айту мына болады. Үй жануардың ішінде қойға кіруге болады. Енді міне қой туралы мына жерде біз түсінік беріп тұрмыз, міне жоспарда. Дидактикалық ойын бұл не? Бұл не? Қойлар, міне көріп тұр, қойлар, қозылар, бала қоймен ойнап жатыр. Қой қозысымен мына жерде торы, міне көріп тұр. Енді сол қойдың түнінен не жасалады? Кілем жасауға болады, ши жасауға болады. Шидің әртүрлі сыртын жүнмен бояуға болады. Басқұр, кигіз үйдің жасалуға болады, арқан жасалуға болады, сырмақ жасалуға болатын, қойдың жүннен жасауға болатын бала білетін болады. Енді мына жерде жаңағы ойындар түрін көрсетуге болады, қалай бояғанын көрсетуге болады, өзінің бағалау тәсілдерін жасайтын болады. Жалпы мынау бір қоймен мына жерде көрсетіп отқан бір жоспарды 25 минутқа жетпей жатса 2 сағатқа бөліп 2-25 минутпен өткізуге болады. Мына жерде міне қозысы, пайдасы, қарындашпен санау. Мына жерде өзінің бағалау үдерісі бар. Өзінің бағалау үдерісі міне мына жерде біз сұрақтар қойып тұрмыз. Балалар, қойды білдіңдер ме? Білдік. Ендеше бірді боя. Бүйтіп бала бояйды, бірді. Қойды білсе, қойды білмесе боямайды. Енді қойды мына жерде үлкен көрсетіп тұрғаны ол біледі ғой. Сондықтан бірді бояйды. Бұны үш түрлі қарындашпен, қызыл, жасыл, сары деген үш түрлі қарындаспен бояуға болады. Яғни бала білсе жасылмен бояйды. Қазір мен жасыл қарындашпен бояп көрсетемін сіздерге. Мынандай үш түрлі қарындаш таңдап аламыз бағалау үдерісіне. Міне бағалау үдерісі деп тұр. Тербеш оқып тұрады. Балалар, қой туралы білдіңдер ме? Балалар тұрады да, иә, білдік апай. Білдік апай. Яғни бірді бояймыз, иә, жасылмен. Жасылмен боядық. Тәрбиеші тағы да екінші сұрақ қояды. Атауларын қазақ тілінде айтты, жазды, төлі мен пайдасын айырды. Яғни бала осының бәрін жаңа айтқан тапсырмалардың бәрін орындаса, онда 2-ні бояйды. Қ дыбысының орнын тапты. Яғни қ дыбысының орнын тапса 3-ті бояйды. Қойды сиырмен салыстырды. Дұрыс салыстыра алса, дұрыс салыстыра алмаса, яғни 4-ті сарымен бояйды. Дұрыс салыстыра алмаса. Қой жайында әңгімелеп қойды сондады дейді. Егер сондамаса, әңгімелемесе, сөйлемесе қой туралы, ол қызылмен бояуы мүмкін. Өзін бағалады, яғни сіздің тапсырмаңызды бала түсініп бағалап жатса, жақсы жасылмен бояуға болады. Ал егер бағалай алмай жатса, дұрыс орташа болса, онда орташа болса сарымен бояу керек. Сонда міне ең соңында біз қызылмен бояған жерді қараймыз. 5 қойды, сиырды салыстырды. Дұрыс салыстыра алмады. 4 дұрыс салыстыра алмады. Қой жайында әңгімелемеді. Сөйлемепті, қызыл тұр. Сары өзін бағалай, өзін дұрыс бағалай алмадың деген сияқты әртүрлі. Егер бұның бәрі жасыл болып тұрса, осылай бәрі жасыл болып тұрса, онда бүкіл осы жердегі тапсырманың бәрін жақсы орындады деген сөз. Жалпы бағалау үдерісі деген осы міне.